Жеңілмейтін махаббат. Салтанат Мұнайхан. Қарындастар. Теңіздің арғы беті Американың Нью-Йорк қаласына келіп, етек-жеңін жинаған 20 жасына дейін арман талай таңдарды сағыныш сапарының үзілмес жолына арнайтын. Бір күні сол тартып тұрар туған жерге жетеріне сенеді. Жете алмай жүрген жоқ. Әке мен шеше болған ана екеуін ерте тастап кету кешірілмейтін арамдық көріністе тұрады. Бірақ өскен сайын бір күш ауыздық бермей келеді. Асырап алған әке-шешесі жаман адамдар деуге әсте болмас. Бетіне қағып көрмепті. Бәр кінәлар өз қазағынан асырап алары әке жүрек, ана мейір табылмаған соң ерегескендей тамырын үзіп, жұлып алып кеткендері болмаса. Алғашқы 2 жыл азапты өмірін санамаған да жаман болған жоқ. Тіл білмей, ешкіммен сөйлесе алмай, қу сүйек болып қурап жылаумен өткен күндер десеңші. 4 қабырғаға бейне түрме қамалында еді. Кей түндері асырап алған 2 кәпірді еш пендеге білдірмей өлтіріп тастағысы келетін. Уақыт өте келе ет үйренді. Тіл икемге келді. Ағылшынша әке ана деуді білді. Іштегі кек сүйіспеншілікке таянды. Кекшіл емес текшіл елдің ұрпағы сол шаңыраққа шаттық, уыздай бақыт әкелді. Есейген сайын іштегі байқалмайтын дерті ұлғайды да отырды. 7 жаста кеткен қазақ деген елді ұлтын сағынады. Бөрілі елдің ұрпағы. Қасқырды қанша асырасаң да орманға қарап ұлиды. Біздің бөпе болып кеткен бөлтірігіміз көкжал атанып қазақ жұртына қарап көп зарлайды. Қасқыр қайда да қасқыр деген осы. Қан тамған жеріне жетпей қазақ деген затынды бұлай қойып, атым өшіп кетер деп қорқады. Сол жетімхана. Кейде тіпті қазақ деген елдің өзі жетімдер үйі сияқты түйілетін. Балаң кез сәби ой, не кінә? Аты суық естілсе де ұшқан ұясы. Жетім болып өтпесін деп біреулер жетімнің жетімегіне айналдырды. Бұрын әкешім жоқ деп бақырса, ер жетіп отаным ұлтым қазағым жоқ деп бармағын шайнайды. Ең үлкен ана да әке де өз елім Қазақстан, туған топырағым деп егіледі. Іштей езіледі. Елден кеткелі өзімнен өзі жиі қазақша сөйлесіп, қазақша күнделік жасады. Білдірмей қазақша кітапта оқиды. Ғаламтордан Қазақстанды қалт жермей сан жыл қадағалап қуанып жүрді. Ағылшынша өмір сүргенімен қазақша ойлауы осылай еді арманның. Бір күні әкесі Адам Сэридің бөлмесіне бас сұққан арман түрлі құжаттар салынған тартпаның арасынан қазақша ағылшынша 2-ге бөлініп жазылған анықтама қағазын тауып алды. Құшақ жетімхана, анықтама. Аты Арман, әкесі жоқ, белгісіз, тегі ол да белгісіз, ұлты қазақ. Туған жылы 1990 жылы, күні айы белгісіз. Жетімханаға түскен уақыты 1990 жылы 2 қараша. Қосымша, белгісіз біреу жетімхана есігінің алдына тастап кеткен. Мойнында сүйектен жасалған алқа тымаша табылды. Орынбасаров Арман деп қойып жазылған ныспысы бар. Бір тілім қағаз баяу еткен ғұмырындай жыбырлап барып иренді сүйді. Жыл сайын тойланатын туған күн. Ұлтым әкесі Адам Сэри, анасы Эбби Фриман бәрі өтірік жасанды. Баяғыдан жоқ, әлі жоқ. Ерні жыбырлады. Көңілі босап, көзін сезім сеңгірінің тұнық пердесі жауып кетті. Көкірегінен жүрегін жұлып алғандай сүйік тұмар алқаны қолына алып ұзақ қарады. Таңдайдай жауырын сүйегі. Орынбасаров Арман. Орынбасаров Арман. Сан қайталап орнынан атып тұрып жүгірген бойы тысқа шықты. Таксилетіп Нью-Йорк қаласының шығысындағы Тагоник қыратына шықты. Қырға төбенің үстінен айналаға барлау жасап, қашып шығатын тесік іздегендей, кірпігін қақпай мелшиіп қалған жаралы қазақ. Шақырым жердегі айдың сынығындай көлдің ортайғаны не толғаны білінбейді. Алыстан қараған адамға өте лас көрінетін сонша беті толған ақ көбік секпіл-секпіл секілді. Қазақ байының үйір-үйір жылқысы суатқа түсіп шайқап кеткен сияқты. Әр ағарған көбіршік белгі саны сынған адамдардың тағдыры. Құдайға айтқан арзы сияқты қалтырауық қағаз кемелер. Әркім мұң-мұқтажын, сезім селкеуін хат қылып жазып көлге ағызып жібереді. Кейде табадағы күрішке ұқсап ине шаншар жер қалмайтын.
Арман көлге таяп келіп те қалды. Сондай тұнық. Әр кеме иесінің көз жасындай мөлдір. Батысқа қараған сырлы орындыққа келіп отырып, ақ парақа алып Арманын ақтара бастады. Сатылып келген бала, ашылып келген жара жазылмады. Еш жерге сия алар емеспін, басымдағы тағдырыммен ерегестім. Мен толық қазақ болғым келеді. Азат болғанды қалаймын. Іңкәр жаным, сағындым сені. Сол жетімханада жүрсің бе? Тағдыр тайғақ, қайда қалдырды екен сені? Тұрмысқа шығып та кеткен шығарсың. Сен мықты қызсың ғой. Есіңде ме, Іңкәр? Екеуміз бірге сол Алматы деген қалада Көктөбеге қашып кетіп едік. Мен 7-де, сен 6-ға аяқ басқансың. Алматы қандай әдемі еді сол кезде, қазір қандай екен. Көктөбені де сағындым. Натаконик қыраты сол Көктөбеге ұқсайды. Жиі келем осында, сен жоқсың. Бір хабарыңды ала алмадым. Айтпақшы, сол кезде Арман өскен соң екеуміз үйленеміз бе дегенің есінде мәңгі қашалып қалған. Иә, үйленеміз, Іңкәр. Балаларымыз көп болады. Мен әкесі, сен анасы боласың. Деп сол кезде әке болуға дайын мінез танытқан тұғым. Ал екеуміз балаларымызды тастап кетпейікші. Иә, Арман деген кездегі сенің мөлдір жанарың, Іңкәр, сонда мен. Жоқ, әрине, тастамаймыз. Жетімдік көрсетпейміз оларға. Бір баламыз ақын болса, сен сөзімді бөліп, бір баламыз президент болсыншы деп едің. Қайран балалық балауса көңіл. Ерте есеген мұң өмір-ай. Сені көрем, көрмеймін деп айтып не ойлай алмаймын. Алдым болдыр сағым. Асау өзен өткелі аз ағын. Мені туған топырағым, екеуміздің туған еліміз Қазақстан шақырып жатыр. Шыдай алар емеспін. Кетем деген өзегін жарып шыққан өлшеусіз сағыныш сезім жүгін артып, ақ кеме жасап көлге ағызып жіберді. Қалың ақ кемелердің арасында толқып баяу жылжып бара жатты. Бір жыл қан сорпа болып өтті. Кетудің кестесін әрең тоқып біткен. Тек бір себеп табылса болды. 20 жыл асырап баққан әке шешені тастап кету оңай болып па? Арман. Осы жасына жеткенше бір желп етіп көрмеген. 21 жас. Әке шешесі Арман жастармен қосылып бой жазып биге той-томалаққа бармайсың ба балам? Қызбен жүріп дегендей, тіпті арасында үйленетін жасыңда жетті емес пе деп қорқынышының шиін шығаратын. Іште ит өліп жатқанын қайдан біледі олар? Қайдан? Қазақтар осындай тұйық, шектен тыс тәрбиелі, жуас деп ойлайды-ау. Осы үшін де қазақтан бала қалады. Иә, қазақтың қаны су сияқты бәріне жағады десе қателеседі. Теңізге кім өткел салыпты? Үлкен су Эйрвейс білестігінің белсендісі болса да, жаяу жүргенді ұнататын Арман алып ұшып, Централ парк деп аталатын бақтың ішінде ойға батып келе жатқан. Аузында темекі. Шеттен шыққан ойын тежеуге шегетін болған. Үстінде ұзын қара пальто, жөн жоралғысымен қара костюм жалбардың сыртынан киген. Қос бәтеңкесі күн сәулесімен ерегескендей ақ жарық төгеді. Ұзын иықты, бітіміне біте қайнасқандай төрт қоластан қарасаң да реңді жігіт. Нағыз іскер адамға айналған. Сыртынан қарасаң бақытты адам деп тоңып шерең. Бақта адам саны сараңданған аз. Сонда да ары бере өткен қыз қырқан, жігіт желең, шал мен кемпіріңде ымдана кетіп қарайды. Қайран жетім кездерім. Қадалған көздердің бірі қазақ болса әттең, мен де тайсалмай, сүйсініп тура қарар ем. Кірпігімен сөйлегенде өз жолына қарап бір жүргіншіге мән беретін емес. Темекісін қоқысқа атып, жол бағытын өзгертуге оңға ойыса бергенде, сіңірі тартылғанда іркіліп барып тоқтап қалды. Қарсы алдындағы жолдың жиегіндегі орындықта бір қыз отыр. Тек жарты бейнесі. Бір қырымен жайғасқан. Өмір бойы ойының оймағы болып,
енесі қадаған сағынышын көргендей. Шет жерде жүріп бірінші рет көзіне жас тығылды. Шексіз махаббатпен егіліп қарағанда буын-буыны денесін көтермей сылқ құлауға шақ. Менің анам, елім, махаббатым, шынайы өмірім, әпке қарындасым, күллі бақытым қазақ, қазақ. Тілсіз күлі жан тәнімен айтқан сөзін бір дүние тыңдағандай тыныштық жеңде. Қолындағы ұялы телефоны сырғып тас жолға түсіп, жарылыс болғандай әсер қалдырды. Қыз да жалт қарады. Қазақтың ойланбай соғыс ашатын торғын жүзі, толқын шашты перизатының бірі. Сырттан бар асылы уағыз болып көрінетін тіршілік музасы қазақтың бойжеткен қызы. Қыз да қазақтың жігітін таныды білем. Демалысы жиілеп, қос кеудесі өзіне бағынбай барады. Екі қолын тізесінің арасына қысып, астыңғы жерін тістей береді. Ол да атылып бір нәрсе айтқысы келгенде Арманға ұрланып қарайды. Арман қапыдан не істерін білмей телефонын жинап алған. Бала кезімде емес, қазір тұл жетім екенмін деп ойлады. Тұрған бойда алған бағытымен ақырын жылжыды. Қыздың тура тұсынан өте бергенде қазақшалап, сәлеметсіз бе деп тіл қатты. Қалай аузынан шыққанын іштегі өлген ит біледі. Қыз да әрең шыдап отырған. Өз ана тілін естігенде сәлеметсіз деп орнынан атып тұрды. Сәлеметсіз деген Арман үзіліп кетердей, аралары екі қадам. Көзбен түйісіп қалу басқа болсын, көзбен сүйіп аялау осындай болса керек. Қыз еріксіз жылап жіберді. Қос жанарынан тез-тез үздік тамшылар ақты. Арман шыдай алмай лып етіп қызы құшақтай алды. Барынша қатты қысып құшақтады. Қыз өкіріп жылады. Аға деп Арманды нәзік құшағына сыйдырып жіберді. Аға, сіз қазақсыз, иә? Дейді жылап. Иә қарындасым, мен қазақпын деп шашынан иіскеді. Көзінен сора-сора жас тамды. Иә, біз қазақпыз деп қайта-қайта қайталады. Өмірінде Арман екінші рет шын жылады. Біріншіде ауыр қайғының басылғанында болса, мынау келер күннің үміт шырағының жақсы. Екеуі құшақтасып ұзақ тұрды. Бұл тұрыс Арманның көз алдына сол кезде әкелді. Иә, сол кезде. Екеуі құшақтасып ұзақ тұрды. Енді бір-бірін көре ме, көрмей ме, бір Құдайға аян. Арман іңкәр. Өксіп жылаған жан айғайының арасында кезек-кезек аттарын қайталай береді. Барынша қатты айқасқан қолдар ажырайтын емес. Аздан соң есік қағылды. Араларына сына қойып, қаққандай дауыстары одан сайын қарлығып, болды, қош бол дегендей көздерін жұмып жылады. Солақ ер мен әйел келіп екеуін айырып әкетті. Арман бар даусымен іңкәр, мен сені жақсы көрем деп тыпырлап, баласыз екі шет елдіктің баласы болып кетіп бара жатты. Ойға оранған Арман бірнеше рет іңкәрдің атын қайталағанын аңдамаған. Құшағында көп тұрып қалған қазақ қызын қайыстанды әрине. Мен іңкәр емеспін, атым Шамшырақ. Қатты құшақтан бұлқынып шығып, томпиған ажарын жерге қадап, яң тіл қатты. Қазақ болса да танымайтын жігіттің құшағында құлай кеткенін өзіне ар санады. Аспан. Арманның еш қараймай туған елге ертіп әкеле жатқан асау арманындай алуан түрге құбылған үздіксіз қабыршық бұлттар. Ес білгілі аспанға қарап еліне жазған хаттарының, қиял ғажайып шақтарының әр парағын басып секіріп келе жатқан өзіне елестетті. Еріксіз күлді, ерекше сезім қытыға. Ұшақ терезесінен бұрылып қасында отырған Шамшырақтың қолын қысты. Тағы үнсіз сөйлескен жылы-жылы жыбыр күлкімен, жарық жанрларымен аймаласып тілдесіп оқысып отыр. Қандай махаббат екен белгісіз айтпай серттескен. Бір арнаға тоғысқан отан анаға деген махаббат па? Басылмаған сағыныш табыма ашып айту қиын. Шамшырақты көрген сәтте Арманның өз еркі өзінен кеткен. Арман, мен де бір тұл жетім, әкем мен анасы тастап кеткен тастандымын. Өзіңдей өзге елге асырандымын деп егіле жылап. Енді шет жерде жүріп, өзгеге әйел болып мәңгі жесір атанғым келмейді. Құтқар мені Арман.
дегендегі көз жасы жүрегіне тамып кетіп еді. Бір-бірінің тетігін тауып басқан қос жетім қонарын өз отанына арнағандай Алматы әуежайына ақш пен Қазақстан арасында қатынайтын ұшақ келіп қонды. Ұшақ торабы ашылғанда дүние есігін жаңа ашқандай арманның асқынған дерті шегіне жетіп үзілген. Қолындағы жүк трап баспалдағынан құлап жерге түсті. Екі қолын аспанға жайып Алласына алғысын айтып, қос тізесімен шөкті де жылады. Адамның қуаныштан да қалтырап, дәрменсіз күйге түсетін арман шынайы сезінді. Қазақстан алтын бесігім, мен енді еркін қазақпын. Даусы бар еліне естілгендей акцентсіз таза шықты. 7 жастағы елден кеткен кірлемеген үн таңдайына қайта қонды. Терең ауа қармап орнынан көтеріліп, белгісіз қарт ананың құшағында сора-сора жылап тұрған шамшырақты көрді. Қазақ аныларын сағынған-ау, оның күйі өзінен алыс емес екенін бір тамшы жасымен ұғындырды. Екеуі қолтықтасып, траптан шет елден жеңіспен алған саңлақтарынша сабылып баяу түсті. Я, арман мен шамшырақтікі ұлы жеңіс.